Қайырлы кеш достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалған котлеттен хот-дог жасап көрсететін боламын. Мен бұл жерде екі түрін жасап көрсеттім. Өйткені балдар бір түрін сырмен жақсы көреді. Сондықтан да котлетпен бірге біреуіне сыр салып істедім де, екіншісіне көкөністер помидормен болгар борщын салып істедім. Енді қандай керек заттардың және қалай жасалатынын қазір көрсететін боламын сіздерге. Бірінші етімді дайындап алам. Менде бұл жерде 500 грамм ет, жылқы еті, оған бір бас пиязды жақсылап майлап турап, тұз бұрышын қосып үйдеп, одан соң магидің котлетке арналған приправасын салып, бір жұмыртқаны салып, жарып, жақсылап илейтін боламыз. Осылай жақсылап илеп алғаннан кейін етімізді котлеттің формаларына келтіріп аламыз. Оларды бір ыдысқа дайындап алғаннан соң осылай дайындап алып, табада қызып тұрған баяу отта қыздырып, котлеттерімізді қуыратын боламыз. Негізі котлеттерді тез қуырып алып топкада пісірсе де болады. Мен бірақ осы жерде қуырып, шамалы ғана су салып, өзінде бұқтырып қоятын боламын. Сковородтың өзінде қақпаған жауы 15 минут 20 минут. Сонымен котлетіміз пісіп дайын болады. Котлетіміз дайын болды. Алып бір ыдысқа салып суытып қоямыз да, хот-догтың нанын дайындауға кірісемін. Нанға қандай керек заттарды мен қазір жазып кететін болам. Осылай ішіне қарай орап, нанымызды дайындап, одан соң шамалы көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқа сарысын жағып, одан соң күнжіт сеуіп, алтына қызып тұрған 180 градуста пешке 30-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нанымыз пісті, хот-догқа арналған қып-қызыл болып. Нанымыз шамалы суығанша ішіне салатын көкөністерді, сәбізден салатын жасап алатын болам. Болгар борщын турайым, помидор турап қойдым. Сәбізді күштен өткізіп, онда езіп дайындап қойдым. Енді бәрін жинап, майонез, кетчуптарын жинап, сырды бәрін нанымыздың ортасын кесіп, соған жинайтын боламыз. Осылай арасын кескеннен кейін кетчуп пен майонезді кезек-кезек жағып, сәбізден салат салам. Сәбіз теркін өткізімді арнайы чимчидің приправасын салып, 10-15 минутқа езіп қойсаңыз, осындай салат дайын болады. Одан соң помидорын салам. Болгар борщын салдым. Шамалы майонез сеуіп жіберіп қайтадан котлетімізді салатын боламыз. Менде бұл жерде 2 котлет салам, үлкен хот-дог болады. Қайтадан сәбіздің салатын салып, жемшейді. Үстіне шамалы майонез бен кетчуптан жүріп жібереміз. Сонымен біздің хот-догымыз дайын. Үй жағдайында жасалған, өте дәмді. Осылай қолдан жасап, балдарды қуантсаңыздар болады. Екінші түріне сыр салып жасайтын болам. Екеуі де өте дәмді болады. Достар, осылай жасап көріңіздер. Менің рецептім бойынша өте оңай, әрі дәмді шығады. Нанын да, котлетін де бәрін қолдан жасауға болады үй жағдайында. Мінекей мынау сырмен жасалынғаны, екінші котлеттің өзімен және көкөністермен.